Сәлематсыңдар ма оқушылар? Қалдарың қалай? Денсаулықтарың жақсы ма? Сабаққа дайынбыз ба? Ендеше жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бөлім адам. Тақырыбы қан айналым жүйесінің жұмысы. Оқу мақсаты адамның қан айналымы жүйесін және оның адам ағзасындағы рөлін сипаттау. Қан айналымы сөзінің мағынасын түсіну. Жедел жауап. Оқушылар, алдыңғы сабаққа шолу жасау үшін бірнеше сұрақтар қойылады. Осыған жауап береміз. Қан айналым жүйесі мүшелерін ата. Бұл жүйе неліктен қан айналым жүйесі деп аталады? Қан айналысы сөзінің мағынасын түсіндір. Жарайсыңдар оқушылар. Қан айналым жүйесі ол жүрек пен қан тамырлардан тұрады. Жүрек қанды тамырларға айдайтын бұлшық ет. Бұл жүйе неліктен қан айналым жүйесі деп аталады? Себебі қанның қан тамырларымен тоқтаусыз ағу қызметін атқаратын жүйе болғандықтан. Қан айналысы сөзінің мағынасы ол адамның немесе кез келген жануардың болсын қанның қан тамырларымен тоқтаусыз ағуы. Оқулықпен жұмыс. Мұқият сызбаға қараймыз. Қан айналымының неше түрі бар? Шеңберін көріп тұрсың яғни. Күре тамырдағы қан қай бағытта ағады? Көк тамырдағы ше? Қан айналымның екі түрін көріп тұрмыз, күре тамыр және көк тамыр. Қан тамырлар адам ағзасын қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Ол қоректік заттарды ас қорыту жүйесінен сіңіріп, бүкіл ағзаға таратады. Оттекке қаныққан күре тамыр бойымен ішкі мүшелерге келеді. Олардағы көмір қышқыл газ бен зиянды заттарды көк тамыр бойымен сыртқа алып шығады. Ал күре тамыр мен көк тамыр өзара қылтамыр арқылы байланысады. Қылтамыр ең ұсақ қан тамырлар. Бүгінгі сабағымызға келейік. Бүгін қан айналымы жүйесінің жұмысы. Ағзадағы қан екі шеңбер бойымен қозғалады. Біріншісі өкпе арқылы, ал екіншісі барлық денеміз арқылы өтеді. Соның нәтижесінде көмір қышқыл газ сыртқа шығып, қан оттекке қанығады. Жүректің соғуы қан тамырлардан білінеді. Оның қабырғалары ырғақпен кеңейгенде тамыр соғуы пайда болады. Кішкентай балалардың тамыры минутына 120 рет, ал ересектердікі минутына шамамен 70 рет соғады. Жүрегіміз жақсы жұмыс істеу үшін адам көп қимылдау керек. Адам неғұрлым көп, яғни тезірек қимылдаса, жүрек соғұрлым жақсы істейді. Энергия көбірек жұмсайды. Оның орнын толықтыру үшін қан ағзаға жылдамырақ тарайды екен. Жаяу жүру, суда жүзу, велосипедпен серуендеу, таза ауадағы қозғалыс ойындары қан айналым жүйесімен барлық ағзамыздың жұмысына жәрдемдеседі. Ендеше оқушылар эксперимент жасайық. Тамырдың соғуын санаймыз. Суретте, оқулығымызда суреттегідей сипаттаймыз. Тамырдың соғуын өлшейтін құрал жасауға қажет ресурстар ол секундомер. Ең алдымен тыныш қалыптағы тамырдың соғуын өлшеп аламыз. Одан кейін эксперимент нәтижесін алынған мәліметтерді жазамыз. Эксперимент қалай жүргізілді? Қызықты әңгіме құрастырамыз. Денеге қандай да бір күш түскенде тамырдың соғуы жиілейді. Осыны нәтижені жазамыз. Осыменен сабақ аяқталды. Келесі жүздескенше оқушылар.